Назарларыңызға Зеренді өлкесінің киелі нысандарының бірі Балқадиша кешені туралы ақпарат ұсынамыз. Балқадиша кешені аймақтық тізілімге енген объект. Ақанның сал серілі құрып, ауыл-ауылдарды аралап жүрген кезі. Күндердің күнінде Ақан сері Ыбырай деген аты баршаға танымал кісінің ауылына ат басын бұрып, шілдеқаны тойының үстіне түседі. Ауылға серінің келгендігін естіген халық оған ілтипат білдіріп, қошемет көрсетеді. Алайда, төрде отырған Ақанның маңына ешкім отырмайды. Бұл ел аузында Ақан сері туралы алып қашпа сөздердің кеңінен етек алған түседі. Ақанның қиялға беріліп, жын перілермен қатысы барын алға тартып, жас қыздар серден үрейленген. Ақын да, қыздар да өздерін жайсыз сезініп, отырыстың берекесі қашқандай болады. Осы кезде Қадиша қыз сері ағамның жанына мен отырайын деп, Ақанның жанына жайғасады. Бұны естіген Ақанның көңілі жай тауып, іштей бойжеткенге риза болады. Отырыста әндер орындалып, зерделі әңгіме аңыздар айтылады. Серінің жанында Қадишаның отырғанын естіген ағалары екі жеңгесін жіберіп, қызды алып шығуды тапсырады. Алайда Қадиша орнынан қозғалмайды. Ақанның да жіберексі келмейді. Осы кезде таң атып, бойларында қимастық орнайды. Қадиша қайтуға жиналғанда, Ақан сері қолына домбырасын алып, күйеуің 85-те, о шіркін шал Қадиша деп, әнді орындай бастайды. Кейбір аңыз деректерде Қадиша әу бастан қарт кісіге атастырылған. Қадиша қыздың Ақанның жанында отырғанын естіген бойда ақсақал Қадишаны қайтаруды бұйырған деп айтылады. Дегенмен Қадиша қыз үлкен кісіге емес, өз теңіне атастырылып, кейіннен ұзатылған. Мұны естіген Ақан қоштасу сәтінде туған әнін әрі қарай жетілдірген. Кейінен ән кейіпкері Қадиша Сүлеймен деген тектатаның баласымен бас қосып, үлкен әулеттің босағасын аттаған. Балқадиша Зеренді ауданы Кеңөткел ауылының мұсылмандар зиратында жерленген. 2015 жылы Зеренді ауданының Зеренді ауылының кіреберісінде ескерткіш тұрғызылды.